Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен ерекше бисквитті торттың рецептімен бөлісемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Көп созбай бастайық. Мискамызға 2 жұмыртқаны салып, қант қосамыз да, және де оны жақсылап тұрып араластырып, миксермен араластырған жөн. Және де қанттың барлығын салып тастамаңыздар, 2-ден 3-ке бөліп салсаңыздар, өте жақсы болып көтеріледі. Міне, бізде осындай үлпілдек, өте орысша айтқанда воздушный масса шықты. Енді осы массамызға біз жылы сүт, сұйық майды қосып, жақсылап біріккенше дейін араластырамыз. Ал енді менде бұл жерде қопсытқыш пен ұн електен өткізілген. Мен оны 3-тен 3 бөлікке немесе 4 бөлікке қосам. Өйткені бәрін бірден қоссаңыз, ол отырып қалуы мүмкін. Енді міне бізде осындай масса шықты. Мен оны кальцуда пісіретін болғандықтан, мен оның астын фольгамен бітеп шығамын. Міне біз массамызды құйып, 180 градуста 40 минут пісіріп шығамыз. Дайын болғандығын біз ағаш таяқшамен тексеріп шыға аламыз. Енді осы біздің дайын болған пирогымызды осы ыдыстан шығарып, формадан шығарып, осындай сеткаға салып суытамыз. Толығымен суыса жақсы болар еді. Мінеке осындай от үлпілдек және де өте үлкен көтерілді. Маған қатты ұнады. Міне біз оны кесіп жатырмыз. Ортасы сары, өйткені мен үй жұмыртқасымен жасағандықтан ол сап-сары шықты. Және де маған қатты ұнады. Көргендеріңізге көптен көп рахмет. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.